Қайырлы күн. Оқу сауаттылығынан мәтін талдауды одан әрі жалғастырайық. Бүгінгі талдайтын мәтініміз Абай аға мәтіні. Алдымен мәтін талдауды шешу бойынша, ережесі бойынша алдымен мәтіннің сұрақтарымен танысып алайық. Бірінші сұрақ: мәтіннің мақсатты аудиториясы. Екінші: мәтін мазмұнына сай ақпарат. Үшінші: Абайдың қалада күнісін уақытын өткізетін орны. Келесі сұрақ: Абайдың ақылымен өзіне әңгіме жиып жүрген адам. Келесі: мәтіннің 5-ші бөлігіндегі мазмұнға сай ақпарат. Келесі сұрақ: мәтіндегі негізгі ақпараттарға сай ой реттілігі. Ендеше, осы сұрақтарға жауап беру үшін мәтін мазмұнымен танысып шығайық. Видеоны тоқтатып қойып, өздеріңіз мәтін мазмұнымен жақсылап танысып алыңыздар. Мәтін мазмұнымен танысып болды деп ойлаймын. Мәтін кім туралы екен? Мәтін ұлы Абай туралы. Мәтін жазушы Мұхтар Әуезовтің Абай жолы эпопеясынан алынған үзінді. Абай жолы ғасырлық туынды. Бұл шығармадағы оқиғалар күн демей, түн демей, толассыз өтіп жатады. Мәтінде сондай оқиғалардың бірінен үзінді берілген. Ендеше тапсырмаларын орындауға кірісейік. Бірінші сұрақ: мәтіннің мақсатты аудиториясы. Мәтінмен жаңа таныстық. Мәтіннің негізгі мақсатты аудиториясы барлық оқырманға арналған. Мәтін барлық оқырманға арналған. Бұл нұсқасын белгілейміз. Келесі сұрақ: мәтін мазмұнына сай ақпарат. Бұл сұрақта біз барлық нұсқаларға жеке-жеке тоқталуымыз керекпіз. Бірінші Е нұсқасынан бастайық. Абай қалада балаларымен бір пәтерді жалдап тұрды. Е нұсқасы. Бұл жерде бұл мәтін мазмұнына сай келмейді. Біз тағы да естеріңізге сала кетейін. Барлық сұрақтарды, мәтіннің сұрақтарын жауап берген кезде біз мәтіннің мазмұнынан ауытқымаймыз. Мына жерде біз бір пәтерді жалдап тұрды деген бізде мәтінде мағлұмат жоқ. Абай қалада көп жатты дейді, бірақ пәтер жалдап жатты деген бізде мағлұмат жоқ. Сондықтан біз Е нұсқасын алмаймыз. Келесі сұрақ: Абай осы жолы қаладан тез қайтты. Біздің мәтінімізде тез қайтты деген мағлұмат берілмеген. Мына жерде былай дейді: Абай қалада көп жатты дейді, керісінше. Демек, бұл нұсқаны да біз алмаймыз. Келесі: оқушы балалардың барлығын ауылға апарды. Мәтін мазмұнында бұл мәлімет берілмеген. 4-ші бөлімде былай деп айтады: бірнеше жастарды Абай өз талабымен оқуға бергізді дейді. Ауылға жастарды апарды деген мәлімет жоқ. Демек, бұл нұсқаны да біз алмаймыз. Келесі А нұсқасын қарап көрейік. Оқыған романның мазмұнын Әбішке айтады. Осы жерде Әбішке деген мәтін мазмұнына сай келмейді. Себебі мәтін мазмұны бойынша оқыған романның мазмұнын Баймағамбетке айтады. Демек, бұл нұсқаны да біз алмаймыз. Демек, В нұсқасы екен. Нұсқасы: Абай бірінші 7 жастарды оқуға бергізді. Бұл жаңағы айтқандай 4-ші нұсқада айтылып тұр. Міне, осы жолы өз балаларының ғана оқу емес, тағы бірнеше 7 жастарды Абай өз талабымен оқуға бергізді дейді. Демек, мәтін мазмұнына сай ақпарат осы В нұсқасы екен. Келесі сұрақ: Абайдың қалада күн ұзын уақытын өткізетін орны. Мәтін мазмұнында 1-ші бөлімде айтылған: күз бойы қыстың ортасына шейін Гоголь атындағы кітапханада күнізін отырады. Демек, сұрақтың жауабы В нұсқасы. Күнізін отыратын
орны ол Гоголь атындағы кітапхана екен. Мына жерде айтылып тұр, міне күн ұзын отырады дейді. Қай жерде? Кітапханада отырады. Келесі сұрақ. Абайдың ақылымен өзіне әңгіме жиып жүрген адам. Бұл сұрақтың жауабы да мәтінде тұр. Міне, Абайдың ақылымен әңгіме жиып жүрген адам Баймағамбет. Бірден міне, өзінің оққан романдарын, қызықтыларын Баймағамбетке әңгіме етеді. Оның айтуы арқылы Баймағамбет көп әңгіме жиып жүр. Демек, мәтіннің мазмұны бойынша В-С нұсқасы екен, Баймағамбет. Келесі сұрақ. Мәтіннің 5-ші бөлігіндегі мазмұнға сай ақпарат. 5-ші бөлігін оқып шығамыз. Оқып шыққаннан кейін өзіміз қорытынды ой түйеміз. Яғни бұл жерде Абай жастарға мен сендер үшін тілегім, айтарым. Бұл аға батасы, сендерден дәрмен күткен далаңның, еліңнің тілегі, адам болып оқыңдар, аймағыма жақсылығым жетеді, адал азамат болам деп, халықтың қамқоры болам деп оқыңдар дейді. Демек, біз бұл жерде жауабы Абайдың жас шәкірттерге айтқан ақылын байқап отырмыз. Д нұсқасы екен. 5-ші бөлімге сай мағлұмат жас шәкірттерге ағалық ақыл. Келесі сұрақ. Мәтіндегі негізгі ақпараттарға сай ой реттілігі. Енді біз қазір жеке-жеке оқимыз. Одан кейін осы мәлімет мәтіннің қай жерінде айтылып тұр, соның тұсына осы санды қойып отырамыз. Абай кітап оқып, күні бойы кітапханада отырады. Демек, бұл бізде 1-ші бөлімде айтылған. Бұның тұсына біз 1 деп қоямыз. Келесі. Абайдың ақылымен бірнеше жетім балалар оқуға келді. Бұл бізде қай жерде айтылған? Бұл 4-ші бөлімде айтылған. Демек, мына жерге 2 деп қоямыз. Келесі, 10 күнде бір балаларының пәтеріне барып қайтады. Бұл қай жерде айтылған? Бұл 3-ші бөлімде айтылған. Байқап отырсыздар. Міне, Абай жұмасына 10 күнде бір Әбіштің пәтеріне барады. Келесі сұрақ. Абайдың оқып жатқан жастарға берген ағалық ақылы. Қай жерде айтылып еді? Ол міне сөйлемнің мәтіннің аяғында айтылып еді. Демек, бұған 4 деп қоямыз. Осы 5-ші бөлімде айтылды. Біз бұны 4 деп қоямыз. Себебі мына жерде мәтіннің ақпараттарға сай реттілігін біз қарап жатырмыз. Келесі 5. Сенбіде Баймағамбет Абай балаларын әкесіне әкеледі. Бұл бізде 2-ші, міне, сенбі күн кештерде Баймағамбет ат жаламен жалғыз кетіп, бір пәтерден Әбішті, тағы бір пәтерден Мағаш пен Күлбаданды алып келеді дейді. Яғни, бұл бізде 5-ші сұрақтың 2-ші бөлімде айтылған екен. Ал енді қарап шығайық. Демек, реттілігін жазамыз. Қарап отырсақ, реттілігіміз. Мына жерге жазамыз. 1, маған қарап отырам. 1, 5, 3, 2 және 4. Ал іздейік. Бұл қай жерде тұр? Ол міне А нұсқасында тұр. 2, 5, 3, 2, 5, 3, 1, 5, 3, 2, 4 деген. Демек, біз барлық нұсқаларға талдау жасадық. Шығаратымыз қорытынды шығарсақ, барлық сұрақтардың жауабы мәтін мазмұнында тұр. Жоғарыда да айттым, сұрақтардың жауаптары бәрі мәтін мазмұны бойынша жасалады. Тек бізге зейінді шоғырландырып, бар көңілімізбен, бар зейінімізбен тапсырмаларға әрбір сөзіне мұқият қарап, орындауымыз керек. Сонда ғана біз 15-тен 15 балл ала аламыз. Назарларыңызға рахмет.